Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге бір қысқа ғана нәрсе айтайын. Айтпақшы, мынандай спайкты алдыңыздар ма? Кімде спайк бар, осыны алған шығар, көбісі алыпты. Өте күшті, маскасы ауысады. Және де мынандай эль примоға скин шықты. Бұл қимылы 10 мың стар point, 10 мың звездные очки. Бірақ эмоциясы, қимылы кәдімгі эль примо сияқты несі. Бірақ жақсы скин, қимылы тура сол. Мынау да 10 мың. Бірақ неге сондай түсінбедім. Мысалы бұның скины бар ғой, золотой ма сол. Ода қимылы басқаша. Бірақ негізі қимылсызақ өте әдемі. Достар, айтпақшы, мен айтайын деген бұл емес. Осы 5 мыңдық аккаунтты 10 мыңға жеткіземін. Сол кезде деген кім осы аккаунтқа лего түсе ма, не түседі екен көргілеріңіз келсе, 5 лайк жинасаңыздар болды. Бар болған 5 лайк баса салыңыздар, достар. Міне шанстары, міне мүмкіндіктері. Лего легендарный деген немесе 10 мыңға дейін, 5 мыңнан 10 мыңға дейін әйтеуір бір нәрсе түседі ғой. Достар, айтпақшы, мен 10 мыңға дейін еш нәрсе ашпауға тырысамын. Мына 10 мыңға дейін бравлерлерді де, нені де. Содан кейін бравл пасты қанша жинаймын, соның бәрін 10 мыңға жеткенде сіздермен бірге ашамын. Өте қызық болайын деп тұр. Мынада қанша 3 ящик. Және активировать. Сосын, достар, осыдан қанша стар point жиналады, соларға скин сатып аламыз сіздермен бірге. Скин алып, эль примоны. Сол кезде айтамын, мысалы, қанша стар point жиналды, 10 мың стар point жиналса, мен сіздерге айтамын. Ой, 100 мың ба не? Қазір көрейік. Жоқ, 10 мың. Ода 10 мың. 10 мың стар point немесе одан да көп жиналса, мен сіздермен бірге ашатын боламын. Осы скиндар аламын. Және гемдарға да скин алуым мүмкін. Или бравл пас ал. Сол кезде айтамын, қанша награда, қанша гем жиналғанын. Содан кейін сол гемдарға мынандай видео болады, құдай бұйырса. Бравл ненің бәрін көрсетемін да. Жоқ, оны сол кезде айтармын. Осымен видео бітті. Осы сіздерге айтарым. Сау болыңыздар. Міне 21-ден 21 не бар, 39. Міне әлі қанша керек? Әлі 18 тал керек. Бүгінге айтарым осы. Сау болыңыздар барлықтарыңызға. Келесі кездескенше, бірақ бұл 10 мыңға жеткенше видео шықпайды емес шығады. Басқа да қызықты видеолар шығады деген ойдамын. Ендеше кеттік. Сау болыңыздар, достар.